білесіздер ғой, Айсұлтанға бар ғой, үміткер келді ғой, Камила деген қыз. Иә. Сол қызбен, оказывается, Тима бұрында кездескен екен. Кездескен екен, екеуі сөйлескен екен. Енді маған о Тима өзі айтты да. Негізі одан кейін мен кішкене андай Тимаға сенбедім десем де болады. Өзіне барып қыздан сұрап көрейінші дедім да мен. Үйт қызға барып. Қыз бен жігіт ретінде кездескен ба? Әлде жалпы кездесу аяқ астынан кездесу? Жоқ, аяқ астынан кездесу емес. Ол жерде кәдімгідей кездесу болған. Достарымен бір жерге тамақтануға барған ба, енді білмеймін, енді үйден күтіп алған ба, Тима мен перепискасында көрген. Мен негізі андаймын ғой, бір нәрсені алсам, мен до конца бармағанша мен қоймайтын адамын. Маған Тима айтты, мен қашан сөйлесіне последний раз деп сұрадым. Может, менімен жүріп жатқан кезде сөйлескен шығар деп ойлап қалдым да мен. Тима жоқ деді. Мен бар ана қыздан сұрап көрейінші дедім, Тима сөйлесінер ма десем, я осындай. Ана қызда кішкене маған андай әңгіме айтты, типа Тима сен туралы осылай айтты, осындай әңгіме айтты деген сияқты. Но білмеймін енді, шын ба шын емес па енді. Маған кішкене біртілеу да, осы жерге кірген қыздардың бәрі Тима таниды да, негізі. Көбісіне 100%-тен примерно 60%-ін деп айтайыншы, үміткер болып келген қыздардың жартысы Тима таниды. Маған андай бір түрлі болып тиеді да, негізі ол. Еще Тима өзі андай аузы ашық болғаннан кейін өзі айтып қоя салады да маған қарай. Мен нағыз танимын ғой дейді да, одан кейін ойланады да, ойбай мен танымайды екен, басқа біреу екен ғой деп отырады. Менің аузым ашық болғандықтан емес, менің саған сезімім қатты болғандықтан, осындай менің өткен шағымда бір болмағы бір адамдар үшін, болашағыма дым қатысы жоқ адамдар үшін, ертең біз осындай бір ортада ұрсып қалмауымыз үшін мен саған өзіңе жақындап айтам, жаным, құлыным, алтыным, осындай болған деп айтам. Может, сен просто қорқасың, что олар бірінші айтып қояды деп. Содан кейін сен маған бірінші айтып қоясың ол нәрсені. Жаным әшейін, Арина, мен бірінші айтсам да қателімін, екінші айтсам да қателімін. Просто мен саған, именно сенің ойыңа не жеткізгім келіп жатыр, білесің бе? Ол қыздар өткен шақта қалды да, даже сол шақтан былай саған айтайыншы, если я их видел в настоящем, но я их в будущее не забирал, понимаешь? Осындай әңгімелерде шеу мен тыңдасаң, жаным әшейін. Құлыным, жұлдыз сияқты жанып тұрсың да, сен менің айымсың. Сен менің болашағымсың, түсініп отырсың ба? Мен ешкіммен өйтіп болашақ көре алмаймын да, көрмеймін да, жаным. Сен просто қазір мен неге таңғалып жатырмын, Балауса ханым? Дәл бағанадай Заринаның ситуациясы мен Садуәлидің ситуациясы қайталанып қалып жатыр ма деп жатырмын да. Мен саған нені жеткізгім келіп жатыр, жаным? Сен мені қандай Тимур қылып жақсы көрдің? Мен амал барынша сенің көз қарасың үшін мен өзгеріп жатырмын, дұрыс па?